Қазақстандағы праймериз туралы білесің бе, естідің бе? Бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу. Алда бізде парламенттік сайлау келе жатыр, бірақ халық тарапынан, электорат тарапынан өзімізде өтетін сайлауға қызығушылық сондай бір үлкен емес. Бірақ ең қызығы, ең парадокс деп айтуға болатыны, жақында ғана Америкада өткен президенттік сайлауға Қазақстан халқының, қазақ тілді аудиторияның қызығушылығы, ықыласы ерекше болды. Бұл шынымен де парадокс, және бұл парадокстың ұсақ түйегін, егжей-тегжейін, мән-жайын анықтау үшін мен бүгін қонаққа сұхбат алу үшін америкалық досым Джордан Торманды шақырып отырмын. Джордан тарихшы, қазір таныстыра кетемін. Ал сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауға түртіп, комментарий, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен, Джордан, менің сұхбатыма келгеніңе рахметімді айтам. Бастайық. Алдымен өзің туралы таныстырып айтсаң, Джордан Торман бұл кім? Саламатсыздар ма? Қазіргі мен жұбаймен Алматыда 4 жыл бойы тұрып жатырмыз. Сосын қазір мен магистрантпын. Сосын Орта Азиядағы тарих оқып жүрмін. Және бізге Қазақстанға қатты ұнайды, себебі адамдар өте қонақжай, мәдениет өте мықты, керемет. Сосын біз бұрын 4 жыл бұрын қазақ тілін курс Туранда университетте оқыдым. Қанша уақытта қазақ тілін үйреніп алдың? Тек 2 жыл. 2 жылда үйреніп алдың? Тек 2 жыл. Сосын қазір осы жылда практика аз, себебі карантин кезінде қазақша сөйлесетін достармен көрмедім. Десе де мен сұхбат беріп отырсың ғой, өте керемет. Сен тарихшысың, әрине. Орталық Азия, демек, соның ішінде Қазақстанды да зерттейсің. Қазақстан, Менің тезисім Совет кезінде қазақтар туралы оқып жүрдім. Қай жылдар? Қай жылдар? Қазір ма? Жоқ, қай жылдар зерттейсің? Сталин кезінде. Сталин кезінде, Сосын себебі сол уақыт өте маңызды, себебі қазіргі сол уақытта ашаршылық туралы. Репрессия? Депрессия. Сосын ашаршылық туралы, себебі сол кезде қазақтардың мәдениет өзгерді. Сенің неше балаң бар? Біреу қазір, қыз, ол 1,5 жаста, және жұбайымның аяғы ауыр. Сосын ол бала болады, Құдай қаласа. Сосын бізде қуаныштымыз. Келесі наурызда Техаста туады. Сосын Құдай қаласа. Сенің қандай арманың бар қазір? Тарихшы ретінде магистратураны аяқтаған соң жоспарың қандай? Жоспарым көп. Қазіргі бізде вид на жительство бар. Сосын болашақта мен Қазгуда немесе басқа университетте сабақ бергім келеді. Сосын. Күшті? Мұнадан кейін саған біздің университеттерден ұсыныстар түседі деп ойлаймын. Не үшін біздің университеттерде сабақ бергің келеді? Қазақстандағы университетте мүмкіндіктер көп, профессор жақсы мамандық деп ойлаймын. Саған Қазақстан тарихы не үшін ұнайды? Мәселен, сен өзіңде жаңағы Техаста университет оқыған кезде неге біздің аймақты таңдадың, неге Қазақстанды таңдадың? Өйткені елдер көп қой. Еуропа бар, Африка бар, Азияның өзінде қанша мемлекет бар. Дұрыс. Ол шынында менің жұбайымның мамасы Қытайдан келді, папасы немецтен, сосын ол метискі, ол американдық азамат. Сосын мүмкін 6 жыл бұрынғы біз бірінші рет Алматыға келгенде, сосын біз Алматыда жақсы көрдік. Сосын адамдар өте қонақжай, өте пысық деп ойладық. Сосын және менің жұбайым, оның беті қазақ ұқсайды. Сосын сол уақыт өте тамаша болды. Сосын содан кейін сол уақытта мен тарих мұғалім
орта мектепте тарих мұғалімі болдым. Сосын біз Қай мектепте? Қай мектеп? Жоқ, Техаста орналасқан. Содан кейін біз 4 жыл бұрынғы Алматыға көшіп келдік. Содан кейін қазір магистрантпын, содан келесі жылда профессор болғым келеді. Құдай қаласа. Армандарың орындала берсін. Сенің жұбайың қазақша біле ме өзің сияқты? Иә, ол қазақша біледі. Және біздің қызымыз қазақша біледі. Бірақ тек бір сөз. Тәтті. Тәтті сөз біле ме? Өзіне керек сөзін біледі ме? Тәтті, өте маңызды сөз. Ең маңызды сөз, өз үшін. Жұбайыңды алып келу керек еді ғой онда, екеуіңді отырғызып қойып. Әрине, иә, қазіргі ол кішкене шаршады, себебі, иә. Аяқ ауыр. Аяқ ауыр, дұрыс. Жордан, жасың нешеде сенің? Қазір мен 30-дамын. 30-дасың, иә? Бәрі алда ғой әлі. Иә. Мен сені бүгін сұхбатқа шақырып отырған басты себебі, енді Америкада жақында президент сайлауы болып өтті. Қазақстанда осы қазақтар тарапынан, біздің халық тарапынан Америкадағы сайлауға өте үлкен қызығушылық болды. Бұл мен үшін енді түсініксіз жағдай. Бұған дейін Америкада жаңағы Обама Клинтон арасында сайлау болды. Бұған дейін Буш пен құдай-ау кім еді есімі шығып отыр. Бұған дейін де талай сайлау болды. Бірақ ондай үлкен қызығушылық болмады бізде. Дұрыс. Бұл жолы үлкен қызығушылық болды. Өйткені Америкадағы сайлау шоу сияқты. Және де алда бізде өзімізде сайлау болайын деп жатыр қаңтар айында. Бірақ оған үлкен қызығушылық жоқ халық арасында. Осы туралы әңгімелескім келеді. Қызығушылық болғанмен біздің аудитория Америкадағы сайлаудың нюанстарын білмейді. Шыны керек, мен де өзім толық нюансын білмеймін. Сол туралы әңгімелесіп берсек. Америкада сайлау жүйесі қалай ұйымдастырылған? Айтып берші осы туралы. Иә, әрине, әңгіме айтамын. Бірақ сол үрдіс өте күрделі. Сосын Америкадағы адамдар сол үрдіс түсінбейді. Америкалықтар өздері түсінбей ме? Өткен сайлауда Клинтон қарсы Трамп, Клинтон ең жоғары дауыс алды, бірақ ол жеңбейді. Себебі Трамп көбірек штаттар жеңді. Содан кейін Трамп жалпы сайлау жеңді. Мен мына жерде түсіндіріп өте кетейін. Мынау халық арасында Клинтон көп дауыс жинады, бірақ штаттар бойынша Америкада 50 штат бар. 50 штаттың әрқайсысында выборщик дегендер болады. Выборщиктар әр штатта әртүрлі саны. Халық санына байланысты, бір жерде көп, бір жерде аз дегенде. Калифорния сияқты, немесе Нью-Йорк көбірек бар. Сол халық саны көбірек Клинтонға дауыс бергенмен, көп халық дауыс бергенмен, выборщиктар санымен Трамп жеңіп кетті. Біз осыны сәл түсініңкіремейміз. Бұл қалай жұмыс істейді? Выборщиктар деген кім? Олар қалай сайланады? Олардың дауысы неге шешуші болады? Осы туралы айтып берші. Дұрыс, иә. Шынында Американың үкімет, федерал үкімет ықпал бар, бірақ штаттар бар тоже. Сосын сондықтан штаттар выборщиктер, маңызды ықпал бар. Сондықтан көбірек Трампке шықты, содан кейін ол жеңді. Сосын, Америкада the winner takes it all деген принцип жұмыс істейді, сайлау кезінде? Вообще. Жалпы штат бойынша. Штат бойынша. Мәселен, былай ғой, мінеки, мынандай дерек бар, 2000-ші жылы Джордж Буш пен Альберт Гор арасында сайлау болды. Ең қызық сайлаулардың бірі болды деп ойлаймын. Өйткені, мінеки, мынандай мысал, Флорида штатында Гор 2.912.253 дауыс жинады, ал Буш болса 2.912.790 дауыс жинады, яғни Буш Гормен салыстырғанда 500 дауысқа ғана артық жинатты, бірақ оған выборщиктардың 25 дауысы беріліп кетті Бушқа. Демек ол 500 дауыс болса да, не бәрі? Ана 25 дауыстың бәрін алып кетті выборщиктардың. Осындайларды біз онша түсіне бермейміз, оны қалай түсінуге болады? Осыны the winner takes it all дейді? Иә, сол мысал жақсы, себебі
сол бүкіл сайлау бір штаттың так результат нәтижесі, қорытындысы. қорытындысы шешті. Биылғы сайлауды алатын болсақ та, Трамп пен Байден арасында дода болды. Енді кейбір штаттарда екеуі бірдей келе жатыр. Өте бірдей. Өте жақын бір-біріне келе жатыр да. Бірақ сол 10 мың дауыспен шешіп кетіп жатыр. Енді бізге бұл кішкене түсініксіз. Неліктен? Қалай бұл, мысалы көп бізде сайлау болса, бірінші үміткер бірден 90% жинайды, немесе 80%-ке жуық жинайды. Сіздерде әрдайым 50-ге 50 бұлай бір-бірімен жақын болады. Неге бұлай болады сіздерде? Жақсы сұрақ. Шынында тек мүмкін 20% өте қатты солға бару керек ойлайды. Солшылдар. Солшылдар. Солшыл дұрыс. Содан республикандықтар. Республикандықтар. Мүмкін қатты, мүмкін 50% емес, 20%. Сосын бірақ көп адамдар білмейді, орташа. Қалай ойлайсың, неліктен? Енді бүкіл әлемді айтпай ақ қояйын, мына Қазақстанда сен тұрып жатсың, мына Қазақстанның қызығушылығын айтайын. Неліктен біздің халыққа Америкадағы сайлау, биылғы сайлау өте қызық болды, қалай ойлайсың? Не себепті? Себепті көп. Себебі қазір Американың президенті, біздің президентіміз, ол атақты адам, ол бизнесмен, ол тек Твиттер арқылы өте маңызды ақпарат шығады. Сосын бірінші рет Американың тарихында сол өте қызықты, сол өте басқаша. Себебі Трамп саясатшы емес, ол бизнесмен, ол атақты адам. Сосын содан кейін ол оның менталитеті өте мықты, өте күшті. Мен әлемдегі ең жақсы деп ойлайды. Сосын сондықтан өте қызықты екен. Өте қызықты. Мен әлеуметтік желілерде адамдардың жазғанын оқып отырсам, көбісі бізде Трампқа жақтас болды. Трамп деп. Қалай ойлайсың, не үшін Трампқа жақтас болып жатыр? Мүмкін ол мықты адам, ол қарсы Китай. Сосын бірінші рет бірінші президент, Американың президенті қатты қарсы Қытай. Әдетте шағын және орта бизнесте жүрген кәсіпкерлердің басым көпшілігі ісін жүйеге келтірудің жолын білмей, операциялық басқарудан шыға алмай жүреді. Кәсібіңіздің дамуын тежеп тұрған мәселенің шешімі бар. Высоцкий консалтинг бұл шағын және орта бизнеске ендірген басқару құралдары бойынша әлемдегі номері 1 халықаралық консалтинг компаниясы. 13 жылда 500-ден астам консалтинг жобасын әзірлеген. Компанияның ең басты өнімі бизнес иелерінің мектебі деп аталатын шағын және орта бизнеске арналған 1 жылдық консалтинг жобасы. Бизнес иелерінің мектебі жобасының арқасында сіз өзіңіздің кәсібіңізде басқарудың жаңа технологияларын ендіре аласыз. Жоба 11 модульден тұрады. Оларды меңгеру барысында сіз басқарудың 12 нәтижелі құралын ендіресіз. Жоба барысында бизнес иелерімен 20 маман жұмыс істейді. Бизнес иелері мектебінің арқасында сіз операционкадан бір жолы арылып, кәсібіңізді жүйелі жүргізетін боласыз. Толық ақпаратты видеоның астындағы сипаттамадан қараңыз. Высоцкий консалтинг, жүйелі бизнеске қадам жасаңыз. Жақында бізде, елімізде праймериз болды. Бізде елімізде бірнеше партия бар. Солардың бірі Нұр Отан партиясы, билік партиясы саналатын. Нұр Отан өзінің мүшелері арасында праймериз ұйымдастырды. Праймериз біздің құлағымызға бір таныс емес сөз, енді естіп жатырмыз праймеризді, бірақ праймериз Америкада ол қалыптасқан практика. Практика. Енді Қазақстандағы праймериз туралы білесің бе, естідің бе? Жоқ, естімедің бе? білмеймін. Онда Америкадағы праймериз туралы айтып берші. 20 адамдар, оларға қалай айтсам, біреу болады. Сосын 20 үміткер болады, 20 үміткер. Үміткер, бір партияның ішінде. Дұрыс. Бірыңғай үміткер ретінде президентке ұсыну үшін. Дұрыс. Сосын 20 адамның ішінен іріктейді. Дұрыс. Берни Сандерс. Сосын олар
соңғы екеуі. Бірақ Байден ол жеңді праймеризда. Праймериздағы ол Байден жеңді. Трампты алып қарасақ та, Байденді алып қарасақ та, екеуі де жас емес. Екеуі де егде жаста, үлкен жасқа жеткен саясаткерлер. Сосын биылғы сайлаудың бір ерекшелігі, екеуінің жасы да үлкен. Бұл жағынан рекорд қойды, биылғы сайлау. Сұрақ. Мысалға, біз енді қоғамда бізде де өте көп шалдар билікте отыр. Әртүрлі позицияда, әртүрлі қызметте отыр. Біздің халық таңғалады. Неге Америкада жас саясаткер табылмады деп? Қалай ойлайсың? Неге табылмады? Жақсы сұрақ. Мен білмеймін. Мысалға, көрші Канадада Трюдо жас саясаткер. Өте жас, Мысалы, Европаны алатын болсақ, Австрияда Макрон бар, Австрияның канцлері бар, 33-те ма сондай жасы. Бірақ Америкада 76, Байден ең кәрі президент Америка тарихында. Ең кәрі. Байден басқаша. Оның қысқа аты Уиктатын Джо. Шашадып Джо. Қалай? Sleepy Joe. Sleeping Joe. Маубас. Маубас дейді. Маубас Джо. Сосын, сондықтан ол жақсы қарсы Трамп, себебі ол расист емес, ол жұмсақ. Жұмсақ, ол жұмсақ. Сосын бірақ ол кәрі, солай. Америкада жас саясаткерлер бар ма? Бар. Обама жас болды билікте. Клинтон жас болды. Билл Клинтон айтып отырмын. Дұрыс, Билл Клинтон. Енді шалдар келіп жатыр қатарынан. Бұны қалай түсінуге болады? Жастар қазір пауза ала тұрды ма? Біз қатыспаймыз деп? Ол жас осы сайлауда, жақын сайлауда ең көп жастар дауыс берді. Ең көп. Жорды, мынандай сұрақ бар. Мен сені осы сұхбатқа шақырғанда, сен бір сәт ойланып қалдың. Келейін бе, келмейін бе дегендей. Мен сол жерді кішкене түсінбей қалдым да, өйткені америкалықтар менің түсінігімде өте ашық, өзінің ойын еркін білдіретін адамдар. Сосын бір жағынан сен Қазақстанда көп тұрып қойдың ба деп ойладым, өйткені өзіміз сияқты ойбай саясат, ойбай билік туралы болса мен сұхбат бермеймін дегенге ұқсап кетті да, неге сен солай жасадың, мен соны түсіндіріп. Дұрыс. Неге солай болды? Мен осы интервью туралы ойлағанда, менің досым ол маған қорқан деп айтты. Ол қорқады. Ол қорқамын деді. Мен досыңды да шақырдым. Дұрыс. Сосын мен, мысал, қалай... Не үшін қорқады ол? Сен не үшін қорқады? Меніңше осы тақырып өте қызықты деп ойлаймын. Өте қызықты, себебі мен тарих мұғалімі, мен магистрант, сосын осы тақырыптар өте маңызды, сөйлесу керек. Сосын... Бірақ қорықтың? Бір сәт? Шынында, менің 90-ым қазір өзақ қағаз жазу керек. Қалай? Мен магистрант үшін үлкен өзақ қағаздар жазу керек. Сосын... Досың неге қорықты? Неге қорықты? Білмеймін. Сол жағын түсінбей қалдым да. Бірақ не болса да келгеніңе рахмет. Сөзіңе берік болдың, уәдеңде тұрдың, келдің. Соның арқасында біздің көрермендер Америкадағы сайлаудың қалай өтетіні туралы түсінік қалыптастырады. Ары қарай жалғастырайық. Америкада біз білуімізше негізінен екі партия бар. Бағана айтып отқандай демократиялық партия және республикандық партия. Бірақ Америкада басқа да партиялар көп қой. Неге осы екі партия негізгі партия болып саналады? Абрахам Линкольн кезінде мүмкін 4 немесе 5 партия болған. Мықты партиялар. Мықты, 4 немесе 5 мықты партия болған. Бірінші әлем соғыс. Бірінші дүниежүзілік соғыс. Дүниеде соғыста 3 партия болған. 3 мықты партия болған. Содан кейін тек екеу. Неге бұлай болды? Джон Ф. Кеннеди кезінде сол партияның менталитеті өзгерді. Демократтардың? Демократтар.
және республика олардың менталитеті өзгерді. Сен егер ойыңды жеткізгің келсе, егер оңай болса ағылшынша айта бер. Біз субтитрін береміз. Әрине. Мына өте маңызды жерді түсіну үшін. Сондықтан қазақша түсіндіре алмасаң ағылшынша айта бер. So basically, Okay. basically, it's hard to explain in Kazakh. It's hard to explain in English. People's in the 1960s. So remember, America was fighting in the Vietnam War. Yes. And so the Democrats in power gave lots of new welfare and money to poor people. And it was called the Great Society. So the president, after John F. Kennedy was shot, he was assassinated. Yep. Then Lyndon B. Johnson, who was from Texas, actually they started making lots of money, so printing more money and giving more money to people to help people. They also were fighting in the war at the time. And so Americans' values were changing. Values, yeah, I don't know the word in Kazakh. Құндылықтар. Yeah. Құндылықтар. Құндылықтар, yeah. So people's values changed. So therefore, Democrats, actually my dad told a funny story. A long time ago, he returned home after like being in university, and in the 1960 election, John F. Kennedy was Catholic. Yep. And Biden also Catholic. Yes, Biden's Catholic too. Second president to be Catholic. So John F. Kennedy was Catholic, and Richard Nixon was Republican. So in the South in Texas, you always vote Democrat. But in the South, there's not many Catholics. There are many like Baptist and other types of Christianity. So my dad he could not wait to go home to his mom and say, "Who did you vote for?" Because she was Baptist. So Baptists and Catholics do not like each other. Kind of like Sunni Shia. It's really funny. And so basically he went home and she just put her head down and said, "Sorry. I couldn't vote." Oh, couldn't vote? Because she wouldn't vote for Republican and she wouldn't vote for Catholic, so she didn't vote. But she was Democratic. She was Democrat, yeah. Yep. But she did not want to vote for Catholic. Super funny. So basically, so the values of the parties changed. So the Republicans changed during that time and said, in 1971, there's an important court case that happened called Roe versus Wade, and it said abortion is legal in America. Mm-hmm. And so Republicans chose to be more social conservative. Like I was saying, like in Shymkent, people are more conservative socially, like a Kilin will be a good Kilin kind of thing. Yeah, so basically, so the Republicans also decreased taxes, but the Democrats during that time increased lots of taxes to pay for all these good things to help people. But then there was lots of inflation. So in the 1970s, a lot of inflation happened. Therefore, the parties split completely to where now there's, and this isn't all perfect because I'm actually not a US historian. I like, мен әлемнің тарихы қатты ұнайды. Ақшты ұнамайды. Kanye West неліктен сайлауға түсті? Себебі ол атақты адам. Сосын қазіргі меніңше хайп үшін ба? Хайп, әрине хайп, себебі оның жаңа альбом шығып жатыр. Сосын мүмкін. Бірақ меніңше себебі Трамп оның бірінші мамандығы бизнесмен және атақты адам, көп сериалдар бар. Сосын қазір басқаша атақты американдықтар мүмкін сайлауға барады. Мүмкін. Рак туралы. Мысал, The Rock, Дуэйн Джонсон. Дуэйн Джонсон? Дуэйн Джонсон, The Rock. Скала? Актер? Актер, иә. Мүмкін. Ол да сайлауға барам дей ма? Мүмкін. Көп адамдар оған сұрады, бірақ ол айтпай қазір. Түсінікті. Америкада мынандай тәжірибе бар, мысалға бағана айтқан Буш пен Альберт Гор арасында болсын сайлау. Альберт Гор айтты, мен жеңілісімді мойындаймын, Бушты құттықтаймын деді. Дұрыс. Неге Трамп құттықтамай жатыр? Гор, ол құрмет бар. Айтты. Ол құрмет бар. Трамп, оның мінезі кішкене жаман. Сосын ол
ол так ағылшынша sore loser. Ол жеңбейді, бірақ оның басы аспанда. Ол шындық көрмейді. Солай. Қиял әлемінде жүр ма? Иә. 1789-дан бері Америкада президенттер сайланып келе жатыр. Байден 46-шы президент болып сайланды, иә? Иә. Енді мынандай сұрақ туындайды. Америка тарихында 1789 жылдан бері барлық сайлау өту керек жылы өткен. Кезектен тыс сайлау болмаған, иә? Мысалға, Қазақстанда бүкіл президенттік сайлау, біз 91 жыл тәуелсіздік алдық. Барлық президенттік сайлау осы күнге дейін өткен кезектен тыс уақытта өтті. Түсініп тұрсың ба мен? Иә, түсініп. Америкада барлығы өз уақытында өтті. Кезектен тыс сайлау болмады. Бұны қалай түсіндіруге болады? Why did Americans never hold elections out of term? Man, жақсы сұрақ екен. Өте жақсы сұрақ. Қалай? Білмеймін. Шынында білмеймін. Әдетте американдық халықтар дін және айлық туралы айтпайды. Бірақ саясат кішкене сөйлеседі. Себебі бірақ қазір мен Америкада тұрмаймын. Сосын мүмкін адамдарының пікірі басқаша қазір. Бірақ әрқашан адамдар менің папам маған дін және айлық туралы айтпай, сөйлеспей деп үйретеді. Джордан, сенің алдағы уақытта жоспарларың қандай? Сен Америкаға ораласың ба бала-шағаңмен, немесе өзімізде, елімізде қаласың ба, Қазақстанда? Иә, Құдай біледі, бірақ қазір бізге біз Қазақстанға қатты ұнайды, және біз осы жерде ыстық ұя бар, сосын әрине беріп жатырмыз, бірақ және мүмкін ұзақ уақыт болады. Ұзақ уақыт осында қалуды жоспарлап жатырсың? Алматыда. Енді әрине сен Казгуда сабақ берем деп отырсың ғой. Әрине. Арманың орындалу керек. Казгуда мүмкін кимепте, білмеймін. Сосын біздің қызымыз қазақша үйренеді, сосын. Жақсы, Джордан, рахмет жауаптарыңа. Біздің көрермендерімізде Америкадағы сайлау туралы біраз түсінік қалыптасады деп ойлаймын осы сұхбаттан кейін. Ал көрермендерге айтарым, менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауға түртіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.